Мен ана кішкентайымнан мұңдылау болып жаңағы мұңды сүйіп, мұңды жақсы көріп сөйтіп өскен баламын. Үйдің ішіндегі балалар, ұл қыздардың ішінде. Өйткені шешем айтып отыратын, осы бала біртүрлі жаңағы дастархандағы нанды сұрап жеген емес деп. Жаңағы өйткені анам үйретіп тастаған, алдымызға жаңағы мынаны же, содан кейін мынаны же деп. Соған үйреніп қалғандық па, білмеймін, әйтеуір. Мама, нан жесем бола ма деп не қылғам ғой енді бір күні. Сұрағам ғой, сөйтсе, осы бала біртүрлі дастарханда нан сұрап жей ме деп. Біздің үйдегі тәрбие, енді айта кетейін, ойыма түскенін айтайын. Үш қызбыз, сода мына үлкен 78 жылғы Рая тәтемнен бастап домбыраны береді. Мына әкешем біздің үйдің заңдылығы сондай тұғын. Шай тамаққа дастарханға отырған кезде бәріміз бір-бір әннен айтамыз. Сөйтіп барып дастарханға отырамыз. Шай тамақ ішеміз.